Қош келдіңіздер арнама. Бүгін теплый полдың зиянды жақтарын айтып өтемін. Теплый пол шетелдерде, мысалы Россияда, ол жақтарда бізге қарағанда азырақ. Олар бізден алдын мұны қолданып, сынап, зиянды жағы көп болғандықтан қолданыстан алып тастап жатыр. Теплый полдың зиянды екендігі дәлелденіп жазылып жүр. Бірінші зияны. Алдын ағаш еден қолданған болсақ, ол еденді бар салмағымызбен табанмен басқанда серпімділікті сезінетін едік. Ал теплый полды да олай емес. Ол қатты материалдардан жасалады, мысалы цемент, кафель сияқты. Физика заңы бойынша бар салмақпен табанмен қатты жерге басқанда салмақ кері қарай омыртқа тізеге қайтады. Ол өте зиян, яғни омыртқа буын ауруларын әкеледі. Екінші зияны. Теплый полдың аты айтып тұрғандай, ол ысытады. Оны құрып жатқанда байқасаңыз, пластмасс шланганы еденге спираль секілді орнатып шығады. Одан ыстық су өтіп тұрады. Еден түгелдей ыстық болып тұрады. Сезіп жатқан ыстықтық бұл сіздің температураңыздан да ыстық. Сіздің температураңыз 37-38 градус. Сырттан өлшегенде 36,6 болады. Ал ішкі қанымыз 40. Бір нәрсені ұстағанда ыстықты сезсек, онда ол 40-тан да жоғары деген сөз. Теплый полдың градусы 60-70 градусты көрсетіп тұрады. Ыстық бар жерде булану бар. Ыстық бар жерде ылғалдылық болмайды. Бөлмеде адам денсаулығы үшін 55-60% ылғалдылық қажет. Сол үшін ылғалдылықты сақтау үшін арнайы құрылғы қолдану қажет. Ол болмаса бөлменің ауасы құрғап кетеді. Құрғақ ауада балалар да, кейде үлкендер де аллергиялық жөтелге ұшырап жатады. Терлері құрғап, шаштары төгіледі. Диатез, яғни майда бөртпелер шығып кетеді. Шашта қайызғақ, яғни перғыт пайда болады. Терінің аллергиялық аурулары пайда болады. Теплый пол бар бөлме тек құрғақ ауадан тұрады. Ағзаның шырышты қабатын құрғатып жібереді. Ауыз қуысы құрғап қала береді. Тез шөлдейтін боламыз. Жемістерді жаз айларында сыртқа жайып, қақ жасағандай денеміздегі суды жоғалтамыз. Бұл процестерді күнделікті байқай алмайтын шығармыз. Жаймен қаныңыз қоюланады, қан айналым бұзылады, құрғақ жөтел пайда болады, тыныс алу жолдары құрғайды. Егер маған сенбесеңіз, бір алманы теплый полы бар бөлмеге, ал бір алманы теплый полы жоқ бөлмеге қойыңыз. Оны 24 сағат бойы бақылаңыз. Қайсы алманың бойындағы суы тез жоғалады екен? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Жеміс, жиде, көкөністер секілді біздің ағзамызда сұйықтықтан тұрады. Сұйықтығымызды бір қалыпты ұстау үшін түрлі сусындар ішіп жүруіміз қажет. Егер бөлмеде батарея орнатылған болса, ол бір қабырғада тұрғандықтан, одан шыққан ыстық ауа арқылы толқын болып келіп, суық ауамен араласып, сонан соң шөгеді. Бөлмеде суық ауа мен ыстық ауа араласып, ылғалдылық сақталады. Ылғалды ауа қай жерде болатынын білесіз бе? Ылғалды ауа бөлменің төменгі бөлігінде болады. Құрғақ ауа бөлменің жоғарғы жағында болады. Батареясы бар бөлменің төменгі температурасы 18 градус болса, орта жағындағы температура 20 градус, ал жоғары жағында 26 градусқа дейін болады. Теплый полы бар бөлмеде ыстық еденде болғандықтан еш жерінде ылғалдылық жоқ. Арамызда өте көп аллергиялық аурулар көбейіп кетті. Бөлмедегі ауа шаңдары бөлменің төменгі бөлігінде тұнып тұрады. Егер теплый пол оны
құрғатқандықтан шаң ауа жеңілдеп жоғарыға ұшады. Теплый полы бар бөлмеде құрғақ шаңды ауа болады. Теплый полы жоқ бөлмеде шаңды ауа ылғалданып бөлменің төменгі жағына шөгеді. Теплый полы бар бөлменің кілемі құрғайды. Сырттан носкиіңізбен ілесіп кірген шаңды оған қосыңыз. Сонда бөлмеде қаншама шаңдар ұшып жүреді. Олар жоғары көтеріледі. Сізбен біз содан жұтып жүреміз. Осылай отбасы мүшелері көп ауыратын болады. Не үшін екендігін мектеп баласына да түсінікті. Тек влажная уборка тез-тез жасап тұру қажет дейтін шығарсыз. Жарайды, оның көмегі бірнеше пайызға бар дейік. Мысалы, киіміңізді жуып, батарейкаға жайып қойсаңыз, ол қандай дәрежеде кеуіп кетеді. 2-3 күн кеуіп тұрған киімді қағып көрсеңіз, одан киім қиқымдары, шаңдары шығады. Теплый полдың келесі зияны: бөлме ішінде жүргенімізде табанымыздан ыстық өтіп, денеміз қызып тұрады. Сол ыстықтықпен қыс ауасында сыртқа шығып кетесіз. Бұрынғылардың сөзі бар: ешқашан қызып тұрған аяғыңызды салқын суға жума деген. Ыстықтан бірден суыққа шыққанда сүйектің майда тоқымалары сынып кетеді. Сүйектің құрамы өзгеріп, морт сынуға, сүйек кемірілуіне әкеледі. Сәл ыстық суға кір жуып отырып, сонан соң қолыңызды бірден салқын суға салсаңыз, қандай әсер аласыз? Жас күнімізде әжелеріміз жүгіріп келіп, салқын су ішпе деп үйретті ғой. Өзіміз білмей қызып тұрған денемен суық ауаға шығып кетеміз. Соның нәтижесінде цистит, сүйек, буын ауруларына душар боламыз. Теплый полдың келесі зияны: теплый полды құрған кезде цементтері, шлангылары түрлі материалдардан құрылған. Осы түрлі материалдар қызу кезінде бізге білінбейтін газды, түрлі иісті, зиянды зат бөледі. Осы ауаны жұтқан кезде адамдардың қаны қоюланады, қаны азаяды, анемия болады, тез шаршаңқылық басады. Құрылысшылар ешқандай зияны жоқ деп айтулары мүмкін, бірақ физика мен химияны жақсы түсінген адам затты қыздырғанда басқа газ иісті шығаратынын біледі. Үйдегі теплый пол 70 градусты көрсетіп тұрса, сіз сол 70 градуспен бір пластмассаны қыздырып көріңізші, қандай иіс шығып жатқанын байқаған боларсыз. Ал біз теплый пол құрып, сол пластмасса шығарған ауамен тыныс алып жүрміз. Теплый пол жұмыс жүйке жүйемізге де әсер етеді. Ал енді нәтиже шығару сізден, мәлімет жеткізу бізден болды. Ең үлкен байлық отбасымыздың денсаулығы. Осымен аударманы аяқтаймын. Егер кеңестер пайдалы болса, комментарий бөліміне жазып бөлісе кетіңіздер. Өздеріңіздің қандай ойларыңыз бар? Ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.